Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай пакетиктің сборкасын жасаймыз. Пакетиктің жиналуы өте оңай. 1-2 минутта жинап шығасыздар. Пакетиктің бір шетіне фото қойып, екінші шетіне жазу жазсаңыз болады, немесе екі шетіне де жазуға болады. Және де осындай ұлға арналған пакетик с фото деген өте керемет. Всегда естелікте болып қалады бұл суреттер. Егер де осы шаблонды алғыңыз келсе, осы видеоның астында комментарийда мен толық ақпаратты қалдырып кететін боламын біздің телеграм-каналға. Сол жерден сіз толық ақпаратты көре аласыздар. Міне мен распечаткадан уже шығарып алдым шаблонымды. Егер де сізге тек қана жазу керек болатын болса, жазу жағын 2 рет печаттан шығарасыз. Ал суретмен керек болатын болса, онда тоже 2 рет печаттан шығарасыз. Мен именно видеода бір шетіне жазу шығарғандықтан, бір шетіне фото шығарғандықтан екеуін бір-бірден распечаткадан шығарып алдым. Енді қазір белый сызықтарды қиып тастасаңыз болады. Менде видеода фотобумага глянцевая, 200 граммнан жоғары фотобумагаларға шығара берсеңіз болады, но лучше 230 граммнан жоғары плотность бумагаға шығарыңыздар. Мынау линиялардың барлығын қиып болғаннан кейін, қазір беговкасын жасап, жабыстыратын боламыз ары қарай уже. Міне қазір беговкасын жасаймыз. Мынау шеттен жасайсыз, сосын жоғарғы жақтан жасайсыз. Міне жасап болдым уже беговкасын. Қараңыздар, после беговки сіздің шаблоныңыз өте күшті майысады. Енді маған белый сызықтарды алып тастау керек, розовый түстердің ғана қалдыру керек. Беговкасын сразу жасасаңыз болады, немесе қиып болғаннан кейін де жасауға болады беговкасын. Ары қарай видео примерно без голоса болады, өйткені сіздер жақсы түсініп алсын деп жатырмын. Міне мен енді шаблонымды жинап қойдым. Боковиналарын жабыстырып алдық. Енді астыңғы жағын түсіре саласыздар. 2 крылышкасын ішіне жібересіз, 2 төртбұрышын үстіне жібересіз. Міне өте оңай сборкасы. Енді мына жерін, мынау жоғарғы жақтың ішкі жағы, қазір мен клейді жағып жабыстыратын боламын. Міне былай клейді жағамыз, екінші сторонасын также клейді жағасыз да жабасыздар былай. Все, енді қазір дыроколды былай кигізіп, тесіп, міне. Сонда получается 4 тесік шығады сразу. Міне біздің шаблонымыз енді толықтай дайын. Ленточканы осылай байлап қойдым, өйткені ештеңке шығып кетпесін деп. Өте күшті, ештеңке түсіп қалмайды. Бір-біріне қосып байлай салдым жай ғана. Міне осылай. Егер біздің Тойбасар каналымызға, новогодний каналға қосылғыңыз келсе, комментарийдің астында толық ақпарат жазылып тұр. Обязательно комментарий